Жаңылып қайтқандарға көмектескісі келіп, медициналық жәрдемдесу курсына жазылды. Мен Мәншік Мәметова. Медициналық сауатым бар, спортшымын. Қызым. Мәншік Мәметова. 1922 жылы қарапайым шаруа отбасында дүниеге келдім. Сізден өзге де бауырлар мен сіңілерім сияқты фашистердің көзін жою үшін майданға жіберуіңізді сұраймын. Өтінішімді қанағаттандыруларыңызды сұраймын. 1939 жылда комсомол мүшесімін. Жұмыс істеу үшін келген жоқпын. Жауға қарсы оқ ату үшін, майданда қаза тапқан бозақтардың кейін қайтару үшін келдім. Бұлай бұлар білгенде Алматыдан жүре беретін едім. Мені майданға жіберіңіз. Айнабай Мәншік, сен өзіңді әскери дайрақта көрсете білдің. Сонымен қатар, сенің мынандай жалынды сөздерінен кейін, сенің намысшыл, қайсар мінез екеніне көзім жетті. Сені штабтан қатардағы пулеметші құрамына жіберем деп шештім. Құп болады, командир мырза. Болсын. Қыздар, жігіттер, қараңдаршы. Адам сонау елден алма салып жіберіпті. Әрдайым баласын ойнап жүретін ана жүрек ай. Алып, дәм татыңдар. Рахмет, Мәншік. Рахмет, Мәншік. Рахмет, Мәншік. О, на порт несін ай, қолда бір Алматының несін қып тұрғандай. Эх, шіркін, туған жердің исі. Ендігі алда ұрыстарда жеңіске жетіп, туған жерге аман қайтсақ, жақсы болар еді. Эх, қайдам, бұл соғыстан кейін еш қайсымыз үйге қайтпайтында шығармыз. Қыздар, жігіттер, жақсы сөз жарымыр істейді дана халқымыз. Бізден өжет қайтпас батырлы қыздар барда алынбайтын қамал жоқ. Көресіңдер, біз әлі жеңіске жетеміз. Оданша келіңдер, туған жерге деген сағынышымызды әнмен жеткізейік. Мәншік, кел, бірге ән айтайық. Құрсы айтасың. Жеңіске жет. Тебірісіп қолын тайдай ойнаған жер ай. Ей, ақау сабас, ұшырдым ұясынан балапан қазай. Ей, ақау сабас, ұшырдым ұясынан балапан қазай. Өзімнің інілерім, бауырларымды қатты сағындым. Эх, туған жер, туған жер. Қымбатты мама, көптен күткен хат пен посылканы тура алдыңғы шепке жүргелі тұрғанда алдым. Бұл 1943 жылдың 10-шы қыркүйек еді. Өзіме бір ғана алма тисе де, мен қатты қуандым. Кішкене сыйлықты өзім сияқты күткен жауынгерлер мен командирлер талап кетті. Үлкен рахмет. Жолымыз сәтті болды. Ал қазір алдыңғы шепте пулеметімен фашистерді мықтап аңдудамын. Түнде мүлдем дерлік ұйықтамаймыз, ал күндіз тынығамыз. Міне, қалт еткен сәтті пайдаланып, сізге жауап жазып отыр. Қымбатты әпкетай, бүгін күндіз сәл тынығайын деп жатыр едім. Бірден ұйықтап кетіппін. Түсімде сізді көрдім. Жалпы, қазіргі өміріміз көңілді. Фашистермен қару тілімен келіссөз жүргізіп жатырмыз. Жеңіспен оралған соң, айтатын нәрсе көп. Қолымды қатты қысып, құшып тием. Менің майдангер жолдастарым сәлем айтып жатыр. Қызыңыз Мәншік. Кітап оқу желісі бойынша қойылым қою барысында Мәншікті жаңа қырынан таныдық. Мәншік батырлық жырларын жаттап өскен, білімді, әнге әуес, медициналық сауаты бар, мейірімді де өжет қыз болған. Мәншіктің рөлін сомдау мен үшін үлкен мәртебе болды. Балалар кітапханасы жобасы аясында жазушы Аслан Тілегеннің Мәншік Мәметова кім кітабын оқыдық. Кітапта ерекше әсер қалдырған бұл Мәншіктің қайтпас қайсарлығы мен ерлігі. Мәншік жан тапсырар алдында бір өзі 3 пулеметтің ортасына жүгіріп жүріп 70-ге жуық фашистің көзін жойды. Оның отанға деген сүйіспеншілігі, қайсарлығының батырлығы біздің мәңгілік есімізде қалатынын үміттенемін.